Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге психологиялық тест жүргізбекшімін. Тесттің мақсаты сіздің мінез құлқыңыз қандай. Мына ағаштардың бірін таңдаңыз. Ойланыңыз, қай ағаш ұнайды, сол ағаш арқылы сіздің мінезіңізді анықтайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп пікір жаза кетіңіз. Алдағы уақытта жаңа психологиялық тест, психологиялық аффирмация, неше түрлі психологиялық ақпараттар беретін боламын. Ойланып болсаңыз, кеттік ендеше бастаймыз. Тесттің жауабы. Бірінші ағаш таңдағандар. Сізді өзгелер жұмсақ, биязы мінезді адам ретінде таниды. Жүрегіңіздің нәзіктігі, жаныңыздың мейірімділігі айналаңыздағы адамдарға ұнайды. Өзгелерге нағыз қорған бола алатын, қиын сәтте жақындарыңның жанынан табылатын жан екеніңізге өзгелер сан мәрте рет көз жеткізген болатын. Сол себепті ортаңызда сыйлысыз, құрметтісіз, сіз барлығына керексіз. Өйткені әлем сіз сияқты мейірімді жандарға зәру. Екінші ағаш таңдағандар. Сізді өзгелер үшін әрдайым көңілді жүретін, мұңаюды білмейтін, айналаңыздағыларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлайтын адам ретінде таниды. Сіздің жаныңызда жүріп, сізбен бір сағатта сырласқан адам барлық мұң-мұқтажын ұмытып, сіз сияқты өмірге позитивті көзқараспен қарай бастайды. Осы мінезіңіздің арқасында достарыңыз өте көп. Сіз адамдарды атақ дәрежесіне, шыққан тегіне қарай алаламайсыз. Адамдардың барлығы тең. Сізді ең алғаш көрген адам қандай бақытты жан, көңілді жан деп таңданып жатады. Сіз жемісін төккен ағаштай керемет адамсыз. Үшінші ағаш таңдағандар. Неткен қарапайым адам. Мына заманда осыншалық қарапайым адамдар бар ма? Сіз туралы өзгелер осылай ойлайды. Сіздің қарапайым мінезіңіз өзгелер үшін жұмбақ. Тұйықтыңызды да өзгелер түсінбей жатуы мүмкін. Қолыңызда ақшаны ұстап жүрсеңіз де, қарапайым киініп, қарапайым болып жүргенді жақсы көресіз. Кейде тым қарапайым болмаңызшы деп ақыл айтып жататындар да жоқ емес. Дегенмен өзгелер үшін сол қарапайымдылығыңызбен ерекшесіз. Сіз мықтысыз. Төртінші ағаш таңдағандар. Сізді өзгелер шыдамсыз, мазасыз, айтқанын істетпей қоймайтын, өздігімен жүретін жан деп ойлайды. Шындығында да солай. Басқа адамдар өздерін сіздің жаныңызда еркін ұстай алмайды. Өйткені сізде лидерлік мінез басым. Мазасыздығыңызбен істің нәтижесінде бірден қол жеткізгіңіз келетін қасиетіңізді өзгелер бірден қабылдай қоймасы анық. Дегенмен, сіздің сөзіңіз өтімді болғандықтан, бұл қасиетіңізді жақсы қабылдап жатады. Сіз үшін бір орында тұрақтап қалу қиын. Әрдайым өзгерісті қалайсыз. Сіз өте мықты жансыз. Бесінші ағаш таңдағандар. Сіздің мінезіңіз өзгелер үшін түсініксіз. Өйткені күліп отырып мұңая саласыз. Мұңая отырып қуануыңызда тез. Жұмбақ жан деген тіркес сізге қаратыла айтылса керек. Қазір бір істі бастап отырып, екінші бір іске ауысып кетуіңіз мүмкін. Сіздің мінезіңіздің адамдарға беймәлім қырлары өте көп. Жағыну, жалпақтау деген мүлдем білмейсіз. Бүгін айтқан ақылыңызға ертең өзіңіз қарсы шығуыңыз мүмкін. Кейде өз-өзіңізді де түсінбей қалып жатасыз. Алтыншы ағаш таңдағандар.
дәл осы ағашты таңдаған адам өзгелердің көзіне сүйкімді болып көрінеді. Өте тартымды жандар. Сөйлеген сөзімен өз-өзін ортада дұрыс ұстауымен ерекшеленеді. Өзгелер сізге өте мәдениетті деп баға беріп жатады. Мәдениетті екеніңіз рас. Ақсүйектерге тән қасиетіңіз де бар. Өзіңізді жоғары бағалайсыз. Айналаңыздағы адамдар әрдайым сіз туралы тек жағымды пікірлер айтады. Достар, психологиялық тест сіздердің мінездеріңізге сәйкес келді ме? Сәйкес келсе, комментарийға жаза кетіңіз. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды.